Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сыныптың жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күннің достарын білесің бе? Сабағымыздың мақсаты бүгінгі сабақта күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін білесің, күн жүйесі ғаламшарларын салыстырасың. Алдымен балалар, ғарыш әлемі атты бейне көрсетілімге назар аударайық. Күн жүйесі күн мен жұлдыздардан тұрады. Күнді 8 планета өздерінің көптеген серіктермен бірге айналып жүреді. Бірінші планета күнге ең жақын орналасқан Меркурий. Ол күнді біздің уақытпен санағанда 88 тәулікте айналып шығады. Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета Шолпан. Ол күнді біздің уақытпен 224 тәулік және 7 сағатта бір айналып шығады. Үшінші тұрған планета Жер. Бұл планета бетінде тіршіліктің бар болуымен ерекшеленеді. Жердің серігі Ай. Төртінші планета Марс. Бетінің қызылдығына байланысты оны қызыл планета деп те атайды. Бесінші планета күн жүйесіндегі сыртқы планеталар қатарына жататын Юпитер. Бұл өте ірі газ алыбы. Онда үнемі теңіз дауылы соғып, найзағай ойнап тұрады. Оның бетінде көрінетін үлкен қызылдақ алып теңіз дауылы. Қалған 3 планетада сондай ірі. Сатурн өзін қоршаған сақинасымен әйгілі. Сақина планетаның өзімен түйіспейді. Олар тастар мен мұздардан тұрады. Уранның кішкентай жіңішке сақинасы бар. Оның қозғалысы басқа планеталардыкіне ұқсамайды. Қырынан жатқызып қойғандай қалыпта. Уранның түсі көгілдір. Нептун күн жүйесіндегі күннен ең алыс орналасқан планета. Мұндағы жел урандағыдан да қатты. Бейне баянда көрсетілгендей, бұл күн жүйесі. Осы күн жүйесін ғаламшарлар өз ретімен, өз жолымен, яғни өз орбитасымен айналады екен. Бірінші ғаламшар Меркурий. Бұл басқа ғаламшарлардың ерекшелігі көлемі жағынан кішкентай және күнге ең жақын орналасқан ғаламшар. Екінші ғаламшар Шолпан. Бұл ішкі екінші ғаламшар болып есептелінеді. Үшінші ғаламшар Жер ғаламшары. Бұл тіршілік бар ғаламшар, басқа ғаламшардан ерекшелігі. Төртінші ғаламшар бізде Марс. Бұның түсі қызыл болғандықтан қызыл планета деп аталынады. Келесі ғаламшар ол бізде Юпитер. Көлемі жағынан үлкен, ең үлкен ғаламшар. Одан кейінгі ғаламшар бізде Сатурн. Бұл сыртының сақинасымен ерекшеленеді. Одан кейінгі ғаламшар бізде Уран. Оның түсі көкшіл болып келеді, газ тәрізді. Одан кейінгі ғаламшар бізде Нептун. Бұл күнге ең алыс орналасқан ғаламшар болып есептелінеді. Одан кейін тұрған бұл 9-шы ғаламшар Плутон. Бұл көлемі ең кішкентай болғандықтан ғаламшарлар қатарынан шығарылып қалған. Бізде 8 ғаламшар бар. Ғаламшарлармен танысып өттік балалар. Барлығымыз бірге ғаламшарларды ретімен бірге атап көрейік. Бірінші Меркурий, одан кейін Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Ендігі кезекте балалар, жаңағы айтылған тақырып бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма ғаламшарларды ретімен жаз. Балалар тапсырманы орындап болсақ, бірге тексерейік. Бізде бұл күн жүйесі. Бірінші ғаламшар Меркурий. Екінші ғаламшар Шолпан. Үшінші ғаламшар Жер. Төртінші ғаламшар Марс. Бесінші ғаламшар Юпитер. Алтыншы ғаламшар Сатурн. Жетінші ғаламшар Уран. Сегізінші ғаламшар Нептун.
Сіздер де осылай орындады деп есептеймін. Екінші тапсырма орындаймыз балалар. Екінші тапсырма сипаттамасы арқылы ғаламшарларды анықта. Күн жүйесінің ең кішкентай және массасы ең аз ғаламшар қай ғаламшар балалар? Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета. Ойланып көрейік. Тексеріп көрейік балалар. Күн жүйесінің ең кішкентай және массасы ең аз ғаламшар бұл Меркурий екен. Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета бұл бізде Шолпан. Бұл планета бетінде тіршілігі бар болуымен ерекшеленеді. Бұл қай планета балалар? Бұл ғаламшарды бетінің қызыл түсті болуына байланысты қызыл планета деп атайды. Бұл қандай планета деп ойлайсыздар? Тексеріп көрейік балалар. Жер ғаламшары бұл тіршілік бар болғаны үшін ерекшеленеді екен. Бұл Марс түсінің қызыл болуына байланысты қызыл планета деп атайды екен. Келесі планета күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Бұл планета газдан құралған екен. Бұл қай планета деп ойлайсыздар? Сыртында үлкен сақинасы бар планета және сақинасы әртүрлі жолақтардан тұрады екен. Ойланып көрейік балалар, бұл қандай планета? Бірге тексеріп көрейік балалар. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар екен. Келесі бұл Сатурн. Сатурн өзінің сыртындағы сақинасымен ерекшеленеді екен. Балалар, жалғастырамыз. Кішкентай жіңішке сақинасы бар, түсі көгілдір планета. Бұл қай планета деп ойлайсыздар? Және ең соңғы планета күннен ең алыс орналасқан планета. Ойланып көрейік. Бірге тексеріп көрейік балалар. Уран. Бұл Уран планетасының сыртында жіңішке сақинасы болады екен, және түсі көгілдір болады екен. Нептун бұл күннен ең алыс орналасқан планета екен. Сіздерді де дұрыс тапты деп есептеймін. Сабағымызды қорытындылай келе, келесі тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма. Берілген ақпараттарды оқып, бұл ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін бірге топ көрейік. Бірінші ақпарат, ғаламшарлар күнді айнала қозғалады. Балалар, бұл дұрыс ақпарат па, бұрыс ақпарат па, қалай ойлайсыздар? Екінші ақпарат, ғаламшарлардың саны 9. Үшінші ақпарат, жер үшінші ғаламшар. Төртінші ақпарат, күнге ең жақын орналасқан ғаламшар Уран. Балалар, тапсырманы орындап болса, бірге тексерейік. Ғаламшарлар күнді айнала қозғалады. Бұл ақпарат дұрыс. Ғаламшарлардың саны 9. Бұл ақпарат дұрыс емес. Ғаламшарлардың саны 8. Жер үшінші ғаламшар. Бұл ақпарат дұрыс. Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар Уран. Бұл ақпарат дұрыс емес. Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар бұл Меркурий. Сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта сен күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібімен таныстың, күн жүйесі ғаламшарларын салыстырдың. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.